Құдайға тәубе, Құдайға шүкір, Құдайға рахмет. Қабыл көр. Мәңгі ұлы бір Құдай, мәңгі қасиетті жаратушы, мәңгі қымбат домалақ ғалам. Қымбат домалақ ғалам. Мәңгі жарық, ең биік күш аспан. Мәңгі жаратқан 5000 жыл болды, менің жынды түйсік ойым бойынша. Мәңгі жаратушы, өмір мәңгі. Құдай аспан домалақ ғалам. 95%-ға мәңгі жарық, мәңгі ұлы, мәңгі жарық, мәңгі қасиетті, мәңгі жарық. Құдайым чатастырмаш. Тіліме тиіспе дейм. Бір ұлға бір қызды әр кезде жаратасың. Енді білмеймін, қазақтарға білмеймін енді кім қалай қабылдайды, бірақ бүкіл қазақтарға тілеймін, көбейе беріңдер. Және мен өз болашағымды ойлаймын. Енді мен бастаған нәрсені мәңгі аяқтау керек маған. Балаларыма мәңгі жарық болашақ тілеймін. Өз балаларыма, өз ұрпағыма. Енді мен балаларым қалай өз балаларына неме тілейді, қалай неме істейді, білмеймін, қалай тәрбиелейді. Рахмет Құдайым. Және Тоқаев мырзаға тілеймін қазақ жерін, қазақ өкіметін, қазақ халқын, қазақ елін, қазақ әліппесін сақтап қалсын деп. Енді Құдай мешіт молда, ол молдалардың сөздері өздері істейді. Қазақ болса білмеймін. Білмеймін енді ол. Құдайға сенімділік жүрекке келу керек. Мен тек қана қазақтың жеріне айта аламын. Әліппе үшін айта аламын. Өйткені мен адам баласымын. Құдайдың жұмысына мен кірісе алмаймын. Кім қалай неме сыйнады, Құдай аспан домалақ ғалам. Соны маған неме қалай мен оны түсіндім, солай түсіндім. Мүмкін мен қателесіп тұрмын. Мүмкін бітпеушілік жоқ. Білмеймін. Мүмкін аспан неме сияқты, төбе сияқты. Мүмкін жер бітпеушілікте өзімен өзі айналып тұр. Мен білмеймін. Бірақ Құдай аспан домалақ ғалам. Ана дүние домалақ өсе береді. Ауа шынысы бар. Осы әлемде, осы жерде 9 миллиард жан әр кезде береді. Мәңгі жаратушы. Құдайға тәубе, шүкір, рахмет, аумин.